Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Тегас тауықтарын астатып тамақтарды жеп жатыр. Маған сұрақ қояды, жұмыртқа туып жатыр ма тауықтарыңыз деп. Тауықтарым Аллаға шүкір жұмыртқа туып жатыр. Мына қазір мына жұмыртқалары инкубацияға бір кісі заказ берген. Соған жинап жатырмын қазір. Бағасы 150 теңгеден, қазір қыс ауа райы болғаннан кейін 150 теңгеден беріп жатырмын көченнің жұмыртқаларын. Беріп жатқан жемім. Жалпы тауық негізі сұрайды көбісі. Плюс 10 градуста тауық негізі туады. Ол қораңыз жылы болмаса, оға қаншама жаңағыдай бидайды өңдіріп берсеңіз де, жемді өкіртіп берсеңіз де, ол қора суық болғаннан кейін, жылы болмағаннан кейін ол туа қоймайды. Міне. Қазір жеп жатыр. Ана жақта бройлер. Менде қорам жылы, Аллаға шүкір. Газды арқасы негізі. Бройлерлер өсіп қалды. Көченнің балапандар, қара шегізілделер. Толтырып қоямын өстіп, кешке қарай азанғайын осын таушы шығады ғой. Міне. Және мен сіздерге бірінші өзім тестілеп алайын дедім. Алдым. Мына алькарал деген биологиялық қоспа. Алдым осын беріп жүрген, просто бірінші өз нәтижесін көрейін, сосын кейін барып халыққа айтармын дедім. Мынау негізі күшті препарат екен. Қазақстандық, өте керемет екен. Міне. Алып, ошын бұны суға, жемге қосып берсеңіздер болады. Мен деп қайғасаңыздар, суларым қап-қара болып тұр қазір. Осы алькарал беріп жатырмын. Міне. Бұлар негізі өте керемет. Жаңағыдай семіруіне, иммунитетін көтеруіне пайдасын тигізеді. Бұның тауыққа, қойға, жаңағы өгіздерге, сиырларға арналған түрлері де бар. Бұны қалай береміз? Бір тауық басына, жалпы тауық болсын, балапан болсын, 0,3 миллиграммнан тауыққа. Мен надан ошын нәжеге 100 неге қазір 30 не беріп жатырмын. 30 миллиграмм ше, 30 миллиграмм. Осыдан 5 миллиграмм салам, суына қосам, 30 миллиграмм беріп жатырмын. Бұда бір жақсы жері передозировка деген болмайды. Жаңағыдай артық кетсе, жаңағыдай көйіп кету деген нәрсе жоқ та ошын. Мысалға АСД-да, АСД-2-де берсең, АСД-2-ден көп бере алмайсың, өйткені оны 4 күннен артық берсең, уже құрамдағы витамин көйіп кетеді да балапандарда. Соменен ошын дұрыс болмай қалады. Мынада алькаралда ондай жоқ. Міне. Бүгін алдыңыз біткен тұғын. Бұны үзбей 20 күн берсе болады. Сосын демалдырып 10 күн тағы жалғастырып берсе болады. Бұл ешқандай не жоқ. Кормовая домовка. Бұны мысалға жемге мен салып қойдым бүгін. Бұны жаңағыдай жемге қосып берсе де болады. 1 килограммға жаңағыдай 0,3 не бересіздер. 0,3 миллиграмм. Мен бүгін осының официальный несімен сөйлестім. Кеп қалған екен сатып алатын жерде. Міне. Кенжебек Құрмет деген. Міне. Алькарал визиткасын алып алдым. Осыған хабарласып, өзіңіздің қалаңызда қай жерде сатылады, жаңағыдай бүкіл сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады, жауап береді. Өте керемет жігіт екен. Осылардың заводтары алькарал. Номер көрінген шығар, ағайын. Осыған хабарласып, өз қалаңызда қай жерде сатылады, қаншадан барлығын білуге болады. Міне пештер жанып тұр. Балапандар, Аллаға шүкір.
өсіп жатыр. Міне кеше ана инкубатордан шыққандар кучиндерді әкетіп қалды егес. Оны түсіріп үлгермедім де даже. Соменен алдын ақшасын төлеп қойған. Балапандарын алып кетті олар. Мына ағай, мендегі жаңалық осы. Сіздерге айтқым келген алькаралды беріңіздер. Құстарыңыз қысқа қарай ауырмайды, қораларыңыз жылы ұстаңыздар. Сол кезде Аллаға шүкір барлығы керемет тауықтарыңыз туады. Менде қазір 9 мекеннен күніге 7, кейде 8 туып қалады. Сондай болып жатыр. Алып жатырмын қазір жұмыртқаны. Міне. Жұмыртқа алам дейтін болсаңыздар, Кучинский 150 теңгеден жарық жерге салып жіберем. 5-6 күн жинайым, сөйтіп берем. Осы ағайын, жаңалық. Сұрақтар болса комментарийға жазыңыздар, жауап берем. Видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басып. Қолдағыларыңыз келсе, поделиться деп достарыңызға жіберіңіздер. Осы құсқа қызығып жүргендер болса. Міне. Ал ағайын, тек қана дамыңыздар, алға, сәттілік барлықтарыңызға.